Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай PowerPoint бағдарламасына жасалған бір ойын түрін таныстырамын, интеллектуалды ойынды. Бұл ойында жалпы шаблон слайд саны 14 слайдтан тұрады. Негізгі бірінші титулный бет, одан кейін мынандай бізде былай ұяшықтар таңдайды мына жерде. Одан кейін мына бізде сұрақтар ашылады. Енді бұл шаблонды қалай пайдаланамыз? Мысалы, мына жерде категория деген жеріне категорияларын жазасыз. Категория деген мысалы қалай болады? Мысалы, қазіргі уақытта мысалы миф аталығы болып жатқан болса, мысалы физика, математика, информатика. Осы жерге мысалы мына жерге физика деп жазамын. Мысалы физика. Физика деп жазайын. Одан кейін мына жерге математика деп жазамын, мына жерге информатика. Енді мынау бізге керек емес, керек емес жерін былай алып тастай саламын. Резат етіп алып тастаймыз. Болмаса, осыны тағы да категорияны мысалы сіз көбейткіңіз келсе, копировать етіп былай көбейтесіздер. Енді мынаның барлығын түсін өзгерту керек. Мына жерде басқаша түс болу үшін мына жерден ауыстырамыз. Қай түс жоқ, бізде мына көк түс жоқ екен. Осыны қойдым. Мынау уже 5-5 категория болады. Енді өзіңіздің жаңа пәніңізге байланысты сұрақты осылай не қылсаңыз болады, өзгертсеңіз болады. Енді мен физика деп алдым, былай қалай жасалуын былай көрсетіп өтейін. Физиканың бірінші сұрағы, мынау ұяшықты бассаңызда бірінші сұрақ ашылады. Ол бірінші сұрақ мына жерде тұр. Мына жерге мысалы мен сұрағымды жазамын. Кез келген бір сұрақ жаза салайын. Ол сұрақ бірақ енді физиканың сұрағы болсын, Так, физиканың сұрағы болсын. Тілін өзгертіп алайын қазақшаға. Қазақшадан бастайық. Енді мынандай сұрақ жазайын. Молекулалар мен атомдар дейді. Атомдардың ретсіз қозғалуы дейді. Ретсіз қозғалуы. Осындай сұрақ. Бұның жауабы бізде жылулық қозғалыс. Жылулық қозғалыс. Жылулық қозғалыс. Жауабын жаздым. Мына жерге сұрағын жаздым. Енді осы ойынды қалай ойнатылады, мен көрсетейін. Мына жерде звугі бар. Енді показать слайдпен ашамыз сначала. Енді мына жерде мына батырмаға басамыз. Осы жерде жаңағы категориялар тұр. Әр қайсысын ашқан кезде, ұяшықты басқан кезде сол ұяшықтың сұрағы ашылады. Мына жерде мен физиканың бірінші сұрағын жаздым, соны ашып көрсетейін. Міне аштым. Мына жерде категория тұр. Осы жерге физика деп жазамыз. Жазып қойым керек, жазылам. Одан кейін мына жерде сұрақ тұрады. Молекулалар мен атомдар ретсіз қозғалуы. Енді жауап бергеннен кейін оқушы, одан кейін жауабы дегенге бір рет басам. Осы жерден осылай шығады. Одан кейін басты бетке алғаннан кейін мына жерде ол ашылғаннан кейін қызыл түсті болып өзгереді. Ал енді осы ненің мына жерінде мен жаңа категория болып шығып кетті. Осыны да өзгертуге болады. Негізі барлығы өзгереді. Былай көрсете салайын, физика деп жазып қояйын. Физика болады, мына жерге жазылады, мына жазылады, мыналар жазылады. Барлығы өзгереді. Енді тағы да мынаның мысалы сұрақтарын көбейту үшін қалай жасау керектігін көрсеттім. Енді мына жердегі анимациясын көрсетіп өтейін. Анимация қандай анимациямен тұр. Түсі қызыл түске өзгереді мынау бізде. Міне тұр, осыған басып тұрып, басқа түске өзгерту керек болса, мына жерден таңдайсыздар. Сары түс бар, міне әртүрлі түстер тұр ғой. Осылай таңдайсыздар. Сол кезде мынаны ашқаннан кейін түс қалай ашылатыны көрінеді. Мына жерде барлық ұяшығының анимациясы тұр. Барлығын бірден белгілеп тұрып өзгертсеңіздер де болады. Болмаса бөлек-бөлек өзгертсеңіздер де болады. Осымен бітті. Назарларыңызға рахмет.